Бүгін 16 наурыз 2025 жыл. Қызанақ егуді бастадық. Биылғы ауыл бойынша поляның жұмысын ең бірінші мен бастап жатырмын. Жылдағыдай. Құдай қаласа, Алла қаласа, мына көшеттерімізді егіп шығып бүгін бітіру керек болып тұр. Көшеттер жақсы, жалпы жағдай, кішкене өскені бар енді. Құдай қаласа, кешке дейін Алла аманшылығын берсе, бітіріп тастаймыз егіп. Алла диқаншылығымызға береке берсін. Көшеттерді кеше дәріс батырып алғам, жақсылап бір емес екі қайтара. Себебі жақсылап сіңдіру керек бойына. Сонымен бүгінгідікке уже егуге дайын. Түбін кішкене босатып алдық кассетаның, сынып кетпесін деп көшеттер. Там уже сосай дамыған. Көріне ме, көрінбей ме күннен. Бұл көшеттің жағдайы жақсы, Аллаға шүкір. 2 ай бойы өсірдік, өзіне керекті тыңайтқыштарын беріп, өзіне қажетті температураның барынша қадағалауға тырыстым. Мінекей көшеттер жақсы, аман есен. Мына жағы түбін қысқан кезде сындырып алған ғой, жағы топырақ астыңғы. Мына тамыр жүйесі, бойы бәрі жақсы. Енді кішкене ұзындары да бар енді. Бірақ жалпы жағдайы жақсы көшеттің, Аллаға шүкір. Біз ешқандай биогумус нені қолданбаймыз, тек қана торфтың өзі, кішкене ұзындарын қосып дегендей. Ешқандай биогумусты қолданбаймын да, тек қана торфтың өзіне егемін. Көшеттің жалпы жағдайы осы. Жаман емес. Құдай қаласа бір 20 шақты күнде гүлдеп қалады. Бірінші кестасы. Аман есен өсіп кетсе. Қызанақты егіп болғаннан кейін қара суын береміз. Енді бүгін үлгерсем бүгін беремін, болмаса ертеңге қалады суару жағы. Жай ғана қара сумен суарып аламыз, жақсылап. Мына жер егілмей суарылмаған. Жердің өзінің намымен егіліп жатыр. Сосын егіп біткеннен кейін Алла қаласа бүгін. Үлгерсек бүгін суарып жіберемін, болмаса ертеңге қалады. Ертең бір жақсылап қара сумен суарғанбыз, құр судың өзімен. Содан кейін 4-5 күннен кейін уже подкормкасына кірісеміз. Яғни тыңайтқыш беруіне кірісеміз, тамырдан береміз, тамшылап суару арқылы береміз, удобрениен. Сонымен өзінің жағдайына қарап, обработкасын жасай береміз ары қарай. Алла аман есен қызанағымызды егіп бітіріп алдық. Көшеттер Аллаға шүкір жақсы орнықты. Енді Алла қаласа ертең суарамыз, енді бүгін үлгере алмадым суарып. Алла қаласа ертең суын береміз, қара суын, яғни бірінші суын. Одан кейін жағдайларына қарап подкормка жасай бастаймыз, тамақтарын бере бастаймыз.